Айтқанымдай, менде келісім шарт бойынша 2 жекпе-жегім қалды UFC'де. Біз әлі де ченджлермен шығуымыз мүмкін. 13 секундта мен Жозе Альдоны талдырғанмын. Бастаған соң нәрсені аяқтау керек. Мен негізі бүгін Макс Холлоуэймен шығуым керек еді. Бірақ бізде келісім шарт болған. Мен оны Конормен бірге 29 маусымда қол қойдым. Солайде арнасына қош келдіңіздер. Қырғыз елін шын жүректен құттықтаймын. Бүгін өткен жекпе-жекте UFC 306-да қырғыз қызы Валентина Шевченко жеңіске жетіп, қайта чемпион атанды. Сонымен қоса Шономели және Джашвили жекпе-жегінде Джашвили жеңіп, жаңа чемпион атанған болатын. Енді ол Умар Нурмагомедовпен шығуы керек. Сіздерге жекпе-жек қалай өтті? Ұнады ма? Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал бүгінгі бейне Мұхтардың арқасында шыққан болатын. 5000 теңге үшін көптен көп рахмет. Бұның барлығы таза арнаның дамуына кетеді. Ал егер де сіз келесі бейненің себепкері болғыңыз келсе, переводыдағы номердің орнына картаны басып, осы номерді тіркеп, кез келген қаражатты жіберулеріңізді сұраймын. Алдын ала қазақ бауырларыңызды қолдағандарыңыз үшін мұнда бір алғыс. Конор, Дана Уайт кеше ғана айтқан болатын, Майкл Чендлер сенімен шығардан бұрын Оливейрамен реванш өткізеді деп. Сен болсаң, Джереми Стивенспен шыққың келетінді айттың. Айтшы, сен мансабының қай деңгейінде тұрсың? Білесің бе, мені бүгін тексерді. Бүгін мені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді. Мен UFC-дегі ең жиі тексерілетін жауынгерімін. Мені басқалардан қарағанда 2 есе көбірек тексереді. Менің ойымша, олар мені 13 рет тексерді. 13 секундта мен Жозе Альдоны талдырғанмын. Қызығы, Жозе Альдо екінші болды жиі тексерілетіннің қатарында. Оны 6 рет тексерді ғой деймін. Сондықтан мені бүкіл UFC жауынгерлерінен қарағанда 2 есе көбірек тексерді. Бірақ маған әлі де жекпе-жек уақытын айтпады. Мен Шейх Түркиге барып көрдім, қол ұшын созама деп. Ал Оливейра мен Чендлердің жекпе-жегінің уақыты маған ұнады. Қарашаның 16-сы, мен бұл уақытта шығуым мүмкін. Болмаса желтоқсан немесе ақпан айларында қойып қалса да болады. Сол үшін біз әлі де Чендлермен шығуымыз мүмкін. Білесіздер ме, мен әзір еш хабарым жоқ. Әзір маған тек өзімнің ісімді жалғастыру керек. Тексерістен өтіп жүрмін, допингке қарсы агенттіктің қадағалауымен күн сайын жаттығамын және болғаны. Көреміз енді не болатын. Бұйырса, бәрі жақсы болады. Менің ойымша, Конордың қанынан допинг тапқан секілді. Сондықтан Чендлермен жекпе-жек болмайтын болды. Сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарийға жазып кеттіңіздер. Соңғы сұрақ Конор үшін. Саламатсыздар ма? Конор, менің көруімше сен ұнатып жатқан секілдісің, осы Барнаклдың менеджері болып. Енді қандай ой сенде болашақ? Айтқанымдай, менде келісім шарт бойынша 2 жекпе-жегім қалды UFC-де. Менімен шығатын қарсылас қашып басқа жекпе-жекке кетті. Мен бір ерекшелікті қалар едім. UFC мен Барнакл ынтымақтастығын ба, Макгрегор Entertainment секілді корпорация құру, бәлкім, сондай бір келісім шарт. Түсінесіңдер ме, маған бір нәрсемен айналысу керек және әзір мен жұмыс жасаудамын. Көреміз не боларын. Айтқанымда 2 жекпе-жегім қалды, келісім шарт бойынша және бұл тым ұзарып кетті. Сабыр түбі сары алтын дейтіндей, сабыр керек адамға. Оқы, талпын, қимылда, осындай жағдай болып тұр менде. Қалайсың, Майкл? Соңғы ішінде не бәле барын білмеймін, дұрыс айтасың. Соңғы жаңалықтарды естіген боларсың. Біз бәріміз сенің Конормен жекпе-жегіңді күттік, бірақ кеше ғана сен Оливейрамен шығатынды естідік. Сенің өзіңнің арнаңда Оливейрамен не үшін шыққанды түсіндірдің. Қазір енді Конор жайлы ойламаған қалай екен? Конор ойымнан әлі кетпеді.
Конор Макгрегормен басында айтқандай, Конор Макгрегор әлі де менің назарымнан кетпеді. Конордың UFC-ге қайтар жолы әлі де жалғасуда. Конор мен Чендлер бастаған соң нәрсені аяқтау керек. Біз бір салмақтамыз, бір салмақ дәрежесінде. Тым ұзақ күткеніміз рас, бірақ та барлығын өзімнің арнама салдым. Мен 4 апта бұрын бұны білгем. Бірақ мен нағыз кәсіби маманмын, тіс жармадым, қаншама сұхбатшылар болсын, адамдар сұраған болсын, бәрібір айтпадым ешкімге. Мен барлығын ереже бойынша істеймін. UFC-ге келгелі бері 25 ай бойы шайқастым, кештің жекпе-жегі атана бердім қатарынан. Өте белсенді жауынгермін, үнемі жаттығып және Конорды тым ұзақ күттім. Сондықтан қимылдай бастадым. Басқа жекпе-жектерді қарастырдым. Мен негізі бүгін Макс Холлоуэймен шығуым керек еді. Оны құрметтеймін, ол белбеу үшін Топурияны таңдады. Содан кейін Оливейрамен шығатын болдым. Бірінші номерлі үміткер болуым үшін шайқасамын. Мен мақсатым белбеу болатыны әрдайым. Мен Чарльзды жеңгеннен кейін Конор есін жиса, онда басталған нәрсені аяқтасақ болады. Ал егер Конор шықпаса, онда Ислам Махачевті айырам. Ситибанк ыңғайлы банктардың бірі. Өзіңізге керек кредитный карта немесе банковское дело, кредитование, инструменты, қалаған функцияны таңдап, ішінен өзіңіз қалаған қызметті жасай аласыздар. Өте ыңғайлы, әрі де қарапайым. Кіріп көріңіздер. Ситибанк. Ең басында UFC 303-те не кедергі болды, Конормен шығуға айта аласың ба? Ол кезде біз расымен шығуымыз мүмкін еді. Бір жыл өтті, көп жайттар болды, бірақ бізде келісім шарт болған. Мен оны Конормен бірге 29 маусымда қол қойдым. Осы салмақта, осындай бір жерде. Одан кейін Конор жекпе-жектен бас тартты. Әлбетте, бұны бәрі білді, бірақ менімен бұндай бұрын болған емес. Бүкіл өмірімде 31 жекпе-жегімде бірде-бір салмағымды қуа алмай жекпе-жектен қашқаным болмаған. Конор да ешқашан олай жасамаған. Сондықтан Хантер маған жекпе-жекке дейін 2 апта бұрын хабарлап, Конор шықпайды дегенде де мен Конор жарақаты болсын шығады деп сенгем. Конорды енді бұрынғыдай емес дегім келмейді, бірақ менімше 29 маусымда Майкл Чендлердің орнына басқа бір жауынгерді қойғанда Конор жекпе-жекке шығар еді деп сенем. Ал сіздердің ойларыңызша Конор неліктен Майкл Чендлермен шықпаған? Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Қазақ бауырыңызды қолдауды ұмытпаңыздар. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Келесі жүздескенше аман, сау болыңыздар.